Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қиярдың пайдалы және емдік қасиеттері туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Қиярдың 95% судан тұрады. Қиярдың құрамында көптеген витаминдер бар. Бұлар В, С витаминдері, фолий қышқылы, кальций, темір, магний, фосфор, калий және мырыш. Қияр әр дастарханның сәнін келтіретін көкөніс. Қиярдың дәрілік қасиеттері адамға ежелгі заманнан мәлім. Терінің күйген немесе зақымдалған жерін қиярды қою арқылы емдеуге болады. Косметика саласында да үлкен орын алады. Қияр көптеген теріні ағартатын кремдердің құрамында бар. Сонымен қатар қиярды табиғи күйінде немесе тұздап тағамдарға пайдаланады. Арықтаудың ең оңай түрі қияр жеп арықтау. Бұлай арықтау еш қиындық тудырмайды. Жасыл қияр дәмді ғана емес, денсаулыққа өте пайдалы. Қияр ағзадағы зат алмасуды реттеп, ішектерді тазалап, теріні нәрлендіреді. Қиярдың құрамында калория аз болады. Сондықтан ол майлы тағамдардың ағзаға 2-3 сағатта сіңіп кетуіне мүмкіндік жасайды. Сонымен қатар, көкөністің бұл түрі белгілі мөлшерде ағзаға қажетті дәрумендерді береді. Ауыр жұмыс күнінен шаршап келдіңіз бе? Кофені қоя тұрыңыз. Тоңазытқыштан бір балғын қиярды тазалап жеп көріңіз. Құрамында В дәрумендер топтамасы, көмірсутектер сізді бірнеше сағатқа энергиямен қамтамасыз етеді. Кішкене ажым мен целлюлитке қарсы қымбат кремдерді алудың қажеті жоқ. Қиярдың бір тілімімен теріңізді сүртуді әдетке айландырсаңыз, келешекте бұл сіз үшін қиын мәселе болмайды. Қияр құрамында фитохимиялық заттар теріні берік қылып, целлюлит пен әжімдерден сақтап қалады. Ұйқы алдында бір қияр жеп алыңыз. Ол ағзаңызға қажетті мөлшерде қант, дәрумендер мен электролиттер береді. Соның арқасында таңертең көзіңіз іспей, басыңыз ауырмай сергек оянасыз. Қияр қатерлі ісік дертінің пайда болуы қаупін төмендетеді. Сонымен қатар қанның құрамындағы холестерин деңгейі мен қан қысымының бір қалыпты болуын реттейді. Қияр шырыны ұйқы безінің инсулин бөліп отыруына көмектесетін гормоннан тұрады. Сондықтан да бұл көкөніс сусамыр мен қиналатындар үшін таптырмас дәрумен. Қияр күйзелістен арылуға көмектеседі. Қияр В тобындағы дәрумендердің негізгі қоры. Бұл витамин адамның неврологиялық денсаулығына пайдалы, психиканың дұрысталып, ой белсенділігін жақсартады. Қорытындылай келсек, қияр ағзаға ылғал береді, қатерлі ісіктің алдын алады, сүйекті берік етеді, ағзаны тазалайды және де күйзелістен арылуға көмектеседі. Бұл қиярдың емдік және пайдалы қасиеттерінің бірі болып саналады. Достар, менің сіздерге беретін ақпаратым осымен тамам. Ақпаратым ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарың үшін рахмет.